Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің видео салмағаныма біраз уақыт болды. Осыдан 2 күн бұрын мен Айзеренің курткасын тігін цехына ремонттауға апарғанмын. Мұндай матадан негізі куртка алудың қажет жоқ екен. Жыртылса, бұзылса, жүндеу өте қиын болады екен. Тігінші апай 2 күннен кейін кел деп еді. Мен барсам бүгін, ол кісі жоқ екен. Мамам келді, білесіздер. Мамама әдемілеп манты жайып берейін, істеп берейін деп маманың өзіне қамыр жайғызып қойдық. Менің мамам повар болып жұмыс жасайды. Қамыры деген өте дәу және жұқа әдемі болды. Мен бұндай үлкен қып қамыр жай алмаймын, оған күшім де келмейді. Размерін қараңыздаршы. Сіздер де осылай үлкен етіп қамыр жая аласыздар ма? Қамырды жайып болғаннан кейін бала шағамен тез түйіп тастадық. Негізі қыздарды мен уже үйретіп жатырмын. Манты түйуге, самса түйуге, пельмен деген сияқтыларды жаймен деп үйдің тірлігіне өзіме көмектесуге үйретіп жатырмын. Ал сіздер балаларыңызды қанша уақыттан бастап үйдің тірлігіне өздеріңізге көмектесуге жұмсай бастадыңыздар? Бөлісіп жазып отырыңыздар. Манты пісіп, әдемілеп жеп алдық. Одан кейін кешкісін Айзере Аймерекені үйірмесіне апардық. Современный танцы, Зауана и би. Бізде Айзере шахмат жақсы көреді, бірақ биді онша ұнатпайды. Ал Аймереке шахматты ұнатпайды, бірақ современный биді жақсы көреді. Осылайынан балалар кіреді, мына видеодан не істеп жатқанын көресіздер. Ана саусақпен көрсетіп жатырмын 2 қызымды. Әдемілеп, билеп жатыр. Балалардың бір мезгіл үйірмеге қатысқанына не жетсін. 5 пен 6-ның аралығында кіші топтар екен. Біз бұл жолы үлкен топтың уақытына келіп қойыппыз. Одан кейін біз әжемізді шығарып салдық. Одан кейін мен айттым қыздарға, бүгін өздерің самса жасаңдар. Мен қазір Еркеназды көтеріп отырамын деп, өздері жайып, мантыдан қалған салмасын салып, өздері бүгіп жасап шықты. Өздері жасағанға өздері мәз, білесіздер, мына Еркеназ барлығына жағаласу керек. Мен мына жерде айтып жатырмын, байқаған шығарсыздар, камерадан түспей қалдық деп. Қазір мынаны ютубқа салатын болсам, детский контент деп удалить етіп тастауы да мүмкін деп, сол үшін тек қана балаларды сала алмаймыз. Мына видео түсіруде оңай емес екен. Бірден балаларға арналған видео деп шығарып жібереді. Сол үшін арасында өзімді де көрсетіп қойып жатырмын. Сонымен самсамыз әдемі болып пісті, өзімізге ұнады. Еркеназды бір ұйықтатып алдық. Сонымен түс болды ғой, уақыт деген тез зымырап өтіп кетеді. Аймереке мен Айзере түйуді бірден, енді шамалы қисық болса да, осылайынан түйіп, реттеп, өздері жасап қойды. Қыздарым уже үлкен қыз болуға дайын. Ал бізге ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.